Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі видеода 7-ші сынып алгебра пәнінен бірінші бөлім бойынша жиынтық бақылау есептерінің шығарылуын қарастырамыз. Ұсынылып отырған бірінші нұсқа және ол 4 тапсырмадан тұрады. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды және осы видеоны достарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Себебі каналдағы есептердің шығарылуын көре отырып, кез келген жиынтық және тоқсандық бақылауларға тегін дайындалуға болады. Сонымен есебімізді бастайық. Бірінші тапсырма қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, өрнектерді көпмүше түріне жазыңдар. Және бұл жерде 3 есеп берілген. Біріншісі 16 азайту 3х бірінші жақшада, көбейтілген 3х қосу 16. Екі жақшаның көбейтіндісі түрінде беріліп тұр, және өрнектер азайтылып және қосылып тұр. Олай болса, біз бұл есепті шығару үшін квадраттардың айырмасы формуласын қолданатын боламыз. Сонымен формуламызды жазып алайық. Квадраттардың айырмасының формуласы а квадрат азайту б квадрат. Ол екі жақшаға жіктелетін еді. А азайту б және а қосу б. Енді біздің берілген есебімізді осы формулаға сәйкестендіріп алатын болсақ, онда бірінші жақшада 16 азайту 3х деп қалтырамыз, өйткені бірінші жақшамыз бізде айырма, ал екінші жақшада қосылғыш. Қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 16 қосу 3х. Екі жақшаның көбейтіндісі дәл осы формуладағы екі жақшаның көбейтіндісіне сәйкес келді. Олай болса, ол тең болады а квадрат азайту б квадратқа. А-ның орнында 16 тұр, және б-ның орнында 3х тұр. Олай болса, 16-ның квадраты азайту 3х-тің квадраты болады. Және бұл жерде әріптен бөлек сандық өрнектер болғандықтан сандарды есептейміз. 16-ның квадратын есептеуге болады. Ол үшін 16-ға көбейтеміз. 256 азайту 3-ті көріп тұрмыз сан, 3-тің квадраты ол 9 және х квадрат болады. Екінші есебіміз 1/3 азайту 2y. Осы өрнектің квадраты. Яғни екі өрнектің айырмасының квадраты формуласын қолданамыз. Формуланы жазып алатын болсақ, ол а азайту б квадраты, формуласын жазайық, а квадрат азайту 2аб қосу б квадратқа тең. Енді осы формуланы пайдаланып отырып, мына есебімізді шығарамыз. А-ның орнында 1/3 тұр, яғни 1/3-тің квадраты болады. Азайту 2 көбейту а қайтадан 1/3 көбейту б-ның орнында 2y тұр. 2y қосу б-ның квадраты, яғни 2y-тің квадраты. Енді есептейміз 1/3-тің квадраты. Оны есептеу үшін 13-тің квадратын тауып алсақ болады. 13-тің квадраты 169, және мына жерде үтірден кейін бір сан тұр, және оның квадраты болса, үтірден кейін 2 сан болады. Яғни 69-дың алдында үтір қоямыз. 1/169 болады. Азайту 2-ні көбейтеміз 1/3-ке, 2/6, 2/6-ны тағы да 2-ге көбейтсек, 5/2y болады. Және қосу 2y-тің квадратын есептейміз. 2-нің квадраты 4 және y квадрат. Келесі үшінші есеп 0/5 қосу х-тің кубы. Яғни екі қосылғыштың кубы формуласын қолданамыз. Олай болса, формуласын жазып алайық. А қосу б-ның кубы ол тең а куб қосу 3 еселенген а квадрат б қосу 3 еселенген а б квадрат және қосу б куб. Енді осы формуланы есебімізге пайдаланамыз. Олай болса, а-ның орнында 0/5 тұр. А-ның кубы десек, онда 0/5-тің кубы қосу 3 еселенген көбейту 0,15-тің 2 дәрежесі
көбейту b-ның орнында x тұр, яғни x. Қосу 3 еселенген көбейту a-ның орнында 0,5 көбейту b квадрат, яғни b-ның орнында x, олай болса x квадрат. Қосу x куб. Енді сандарды есептейміз. 0,5-тің 3 дәрежесін есептейміз. Ол 0,100-ден 1000-нан 125-ке тең. Қосу 0,5-тің 2 дәрежесі 0,100-ден 25. Оны тағы да 3-ке көбейтетін болсақ, 0,100-ден 75x болады. Қосу 3 пен 0,5-ті көбейтеміз. 1,5 x квадрат және қосу x куб. Екінші тапсырма қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып, көп мүшені көбейткіштерге жіктеңдер. Бірінші тапсырма 2,4 азайту 0,125 a квадрат. Бұл жерде 2,4-ді бұл аралассан ғой. Оны ондық бөлшек түрінде жазып алуға болады. Олай болса, ол 2,125 азайту 0,125 a квадрат. Бұл квадраттардың айырмасы формуласына келеді. Яғни мына бірінші формулаға 2,125 ол 1,5-тің квадраты. Азайту 0,125 дегеніміз ол 0,5-тің квадраты және а квадрат ол а-нікі. Яғни 0,5-тің квадраты деп жазып аламыз. Яғни формулаға келтіретін болсақ, а-ның орнында 1,5 тұр, b-ның орнында 0,5 а тұр. Ендеше екі жақшаға жіктейміз. 1,5 азайту 0,5 а көбейтілген екінші жақшада 1,5 қосу 0,5 а болады. Екінші есеп 125 азайту 8x куб. X-тің кубы бізге қазір подсказка беріп тұр, яғни бұл кубтардың айырмасы болады. Олай болса 125 қай санның кубы? Соны табамыз. Ол 5-тің кубы. Олай болса 125-тің орнына 5-тің кубы деп жазамыз. Азайту, мына жерде 8-дікін табуымыз керек. 8 қай санның кубы? 8 2-нің кубы. Олай болса 8x кубтың орнына 2x-тің кубы деп жазып аламыз. Енді кубтардың айырмасы формуласын қолданатын боламыз. Бірінші формуланы жазып алайық. А куб азайту b куб ол тең. Екі жақшаға жіктеледі. Бірінші жақша а азайту b көбейтілген екінші жақшада а квадрат қосу а b қосу b квадрат болады. Енді формуланы қолданайық. Олай болса, бірінші жақша бізде а-ның орнында 5 тұр, 5-ті жазамыз. Азайту b-ның орнында 2x тұр, 2x-ті жазамыз. Жақшаны жауып, екінші жақшаға көбейтеміз. Екінші жақшада 5-тің 2 дәрежесі қосу 5 көбейту 2x және қосу 2x-тің 2 дәрежесі. Енді осының барлығын есептейік. Бірінші жақшамыз сол қалып қалады. 5 азайту 2x болады. Екінші жақшада 5-тің квадраты ол 25. Қосу 5 пен 2-ні көбейтуге болады мына жерде, яғни 10x. Қосу 2x-тің 2 дәрежесі ол 4x квадрат болады. Үшінші есеп y квадрат азайту y қосу 0,125. Бұл жерде қандай формуланы қолдансақ болады? Ойланамыз. Y-тің квадратын жазып қояйық. Азайту. Әзірше мына жерді мен қалдырып кетем. Қазір оны неге екенін түсіндірем. Енді мынаны ойланамыз. 0,125. Ол қай санның квадраты? Ол 0,5-тің квадраты.
Бұл формула бізде мына формулаға ұқсайды, яғни міне а квадрат тұр, б квадрат тұр және азайтылған мына айырма болу керек 2аб. Яғни формула бойынша 2 тұру керек, 2 көбейту дейміз. А-ның орнында y тұр, y-ті жазып қояйық. Көбейту б ол бізде мына жерден аламыз. Яғни 0,5. 0,5. Сонда міне 2 мен 0,5-ті көбейтіп жіберсек 1 шығады. Сол үшін де мына жерде минус y болып тұр. Яғни бұл бізге айырманың квадраты формуласын береді екен. Ендеше а-ның орнында тұрған бізде y, азайту, өйткені мына 2 еселенгеннің алдында минус тұр. Б-ның орнында 0,5 тұр. Осы өрнектің квадраты болады. Үшінші тапсырма, теңдеуді шешіңіз. Теңдеуді жазып алайық. X қосу 1-дің кубы, азайту 5x, тең 7 қосу x квадрат, көбейтілген x қосу 3. Бірінші жақшаны ашу үшін қосындының кубы формуласын қолданамыз. Ол бізде міне тұр. Үшінші формула. Олай болса, x-тің кубы қосылған 3 еселенген x-тің квадраты және көбейтілген 1 қосу 3 еселенген x көбейту 1-дің квадраты және қосу 1-дің кубы. Азайту 5x тең. Теңдіктің оң жағын жазамыз. 7 қосу. Ендігі кезекте x квадратты x қосу 3-ке көбейтеміз. x квадратты x-ке көбейтсек x куб және қосу x квадратты 3-ке көбейтсек 3x квадрат. Мына өрнектерімізді жинақтап жазсақ, мына көбейту 1 болған кезде сандарымыз өзгермейді. Олай болса x куб қосу 3 пен 1-ді көбейтсек 3-тің өзі болады, яғни 3x квадрат қосу 1-дің квадраты 1, 3-ке көбейтсек 3 болады, 3x. Және қосу 1-дің кубы ол 1. Азайту 5x. Тең 7 қосу x куб қосу 3x квадрат. Теңдіктің екі жағында бірдей өрнектер тұрса, мысалы үшін міне x куб пен мына жақта да x куб таңбалары да бірдей, алдындағы сандары да бірдей, дәрежелері де бәрі бірдей болатын болса, онда бұл сандарды, өрнектерді бір-бірімен жойып жіберуге болады. Олай болса, міне x куб пен x куб жойылады. Дәл сол сияқты 3x квадрат пен 3x квадрат жойылады. Сонда теңдіктің сол жағында 3x азайту 5x ол минус 2x болады. Және қосу 1. Тең, теңдіктің оң жағында 7 қалады. Осыдан x-ті есептейтін болсақ, минус 2x ол тең 6-ға, өйткені 1 мына жаққа барғанда минус 1 болып барады. 7-тен 1-ді азайтсақ 6. Және x тең 6-ны минус 2-ке бөлетін болсақ, минус 3-ке тең. Төртінші есеп, өрнекті ықшамдаңдар. Төртінші тапсырманың бірінші есебін шығарайық. 18 көбейтілген x қосу 6 азайту шақшаның ішінде x қосу 9-дің квадраты. Бірінші жақшаны ашамыз, яғни 18-ді x қосу 6-ға көбейтеміз. 18-ді x-ке көбейтсек 18x қосу 18-ді 6-ға көбейтсек 108. Азайту. Енді мына жерде қосындының квадраты формуласын қолданамыз. Ол формуланы мына жерге жазып алайық. Қосындының квадраты а қосу б-ның квадраты, дәл мына айырманың квадраты сияқты болады, тек қана мына 2-ның алдында плюс болады. Яғни а квадрат қосу 2а б қосу б квадрат. Енді осы формуланы пайдаланып квадратты есептесек, бірінші жақшаны ашып қояйық. X-тің квадраты болады, қосу 2 еселенген 9 бен x-тің көбейтіндісі, 1-ден 9-ды 2-ге көбейтіп жүрсек ол 18x болады. Қосу 9-дың квадраты 81. Тең. Енді мына жақшаны ашамыз. 18x қосу 108. Жақшаның сыртында минус тұрғандықтан жақшаның ішіндегі барлық таңбалар қарама-қарсыға ауысады. Олай болса, минус x квадрат минус 18x
және минус 81 болады. Тең. Енді таңбалары қарама қарсы, бірақ коэффициенті де өрнегі де бірдей сандарды бір-бірімен жойып жүруге болады. Олай болса, ол бізде міне 18x және минус 18x тұр. Осы x санды бір-бірімен жойып жібереміз. Тең. 108-ден азайтамыз 81-ді, 27 қалады. Және азайту x квадрат қалады. Екінші тапсырма. А көбейту А қосу 2, бірінші жақша, көбейтілген екінші жақшада А азайту 2, азайту, бірінші жақшада А азайту 3, көбейтілген екінші жақшада А квадрат қосу 3, А қосу 9. Енді осы жақшалардың қысқаша көбейту формулалардың қайсына келетіндігін табамыз. А қосу 2 және А азайту 2. Ол мына тұрған бірінші формула, яғни квадраттардың айырмасы формуласына келеді екен. Олай болса, А деп жазамыз. Жақшаның ішінде А-ның квадраты азайту, Б-ның орында 2 тұр, яғни 2-ның квадраты ол 4. Азайту. Ендігі келесі екі жақшаның көбейтіндісі ол А куб азайту Б куб, яғни кубтардың айырмасы формуласына келеді екен. Сол себепті тағы да жақшаны ашамызда А-ның кубы дейміз. Азайту, енді Б-ның орында 3 тұр. 3-тің кубы 27. Тең. Енді мына жақшаларды ашамыз. А-ны көбейтеміз А квадратқа А куб. Азайту. А-ны көбейтеміз минус 4-ке минус 4А болады. Тағы да мына келесі екінші жақшаның алдында минус тұр, сол себепті мына жақшаның ішіндегі әрбір өрнектің алдындағы таңба қарама қарсыға ауысады. Олай болса минус А куб болады, ал минус 27 ол мына минуспен плюс болып кетеді, яғни плюс 27. Қарама қарсы өрнектерді көріп тұрмыз, ол А куб және минус А куб екеуі бір-бірімен жойылады. Сонда 27 азайту 4 шығады екен. Балалар, бүгінгі видео ұнаса лайк басыңдар, комментарийға сұрақтарың болса жазыңдар, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Бүгінше сіздермен қоштасамын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.